Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз 8-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен интонация тақырыбын өтетін боламыз. Жалпы интонация дегеніміз дауыс ырғағы. Түрлі интонациямен айтылған әр сөйлем әртүрлі мағына береді. Интонация термині латынның қатты сөйлеу деген сөзінен шыққан. Интонация айтылған пікірлердің мағыналық және эмоциялық айырмашылығын көрсетеді. Сөйлеушілердің көңіл күйін, олардың әңгіме тақырыбына бір-біріне деген көзқарасын білдіреді. Интонация лексикалық құрылым, синтаксисті қатарымен фразаның стильдік ерекшелігін танытып, дыбыстық әрі негізгі әуеннің, дауыс пен ырғақтың, кідіріс пен екпіннің өзгеруімен танылады. Әр халықтың сөйлеу интонациясына сәйкес өзіне тән ішкі ерекшелігі бар. Олар бізде әуен, әуез, тембр, қарқын, ұзақтылық және кідіріс деп аталады. Қадірменді тіл білімі YouTube арнасының көрермендері, біздің келесі бейнелер жіберу үшін YouTube арнаға жазылып қойыңыздар.